Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен керек арнасы. Ұйқы безінің сырқатынан сақтаныңыз. Видео басталмай тұрып, лайк басып, өз пікіріңізді қалдырып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Ұйқы безі ауруына шалдықпау үшін нені білу керек? Ұйқы безі ұлғайып, ісінумен қатар жүретін ауыр қабыну сырқатын медицинада жіті панкреатит деп атайды. Бұл ұйқы безінің ауруы. Кейде ұйқы безінің белгілі бөліктері зақымданып, сол жерлерде жұқпа пайда болып, кейін ол ағзадан тыс жерлерге жайылуы мүмкін. Қорқыныштысы, сол сырқат ауырсынумен, тәнді улайтын заттардың қанға бөлінуімен өтеді. Ұйқы безі ауруларына соқтыратын себептер көп. Соның ішінде ең негізгі себептер алкогольдік ішімдікке үйірлік және өт тасы ауруы болып табылады. Ішімдіктен болған панкреатитке көбінесе ер азаматтар ұшырайды, ал өт қабы ауруларынан туындаған панкреатиттер әйелдерде көбірек кездеседі. Сонымен қатар ұлтабары ауыратын адамдар да түрлі жарақаттар, уытты дәрі-дәрмектер қабылдау, Б және С гепатиттерін, паротитті қосқанда түрлі жұқпалар, қанда майдың шамадан тыс көп болуы панкреатитке ұшыратуы мүмкін. Ал қантты диабет кезінде созылмалы панкреатит пайда болу мүмкіншілігі жоғары. Кей адамдарда панкреатитке тектік бейімділік болады. Майлы және ақуызы мол тағамдарды бір шама алкогольді ішімдікпен бірге қабылдау ұйқы безінің ферменттерді шамадан артық өндіруіне алып келеді. Бұл ферменттер ұйқы безі жолдары арқылы ішекке түсіп, ас қорытуға қатысуы тиіс. Егер ұйқы безінің жұмысы жеткіліксіз болса, оның жолдары ақуыз тығындарымен бітелуі мүмкін. Осыдан келе ферменттер без тініне еніп, оны зақымдайды да ағзаның қабынуына алып келеді. Безге ішімдік, әсіресе оның ыдырауынан пайда болған ацетальдегид үлкен нұқсан келтіреді. Осылайша жіті алкогольдік панкреатит дамиды. Панкреатитпен ауыратын адамдарда мынадай белгілер байқалады. Іштің жоғары бөлігінің арқа жаққа беріле отырып үдемелі ауруы, жүректің айнуы, құсу, тәбеттің жоғалуы, іштің кебуі, құсу адамға еш жеңілдік әкелмейді. Одан кейін ауырсыну тоқтамайды. Жалпы әлсіздік, жүректің қағуы, дененің ысуы мүмкін. Жіті панкреатитке немқұрайлы қарауға болмайды. Егер бұл сырқаттан уақытында дұрыс ем қабылдамаған жағдайда, ағзаның бүліну ошақтары, некроздар дамуы немесе бездің көп бөлігінің еруі мүмкін деп жазады. Бұл аурумен сырқаттанған адамдар 1 жыл бойы гастроэнтерологтың бақылауында болуы тиіс. Бұл кезеңде ащы, майлы, қуырылған тағамнан және спиртті ішімдіктерден мүлде бас тарту керек. Бұл аурудың қайта қайталанбауы үшін қажет. Денсаулығыңыз мықты болып, әрдайым сау жүріңіз.